Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Рухтың рух және жанды жаратуы. Тылсымдық пен ғылыми синергиясы болуда қазір. Ғарыштық иерархияда тек қана физикалық матрица емес, саналы субстанцияны жарата алатын деңгейге жету дамудың ең жоғарғы нүктесі. Мұны заманауи кванттық физика мен голографиялық ғалам теориясы тұрғысынан түсінуге болады. Себебі арамызда сондай рухтарды жарата алатын деңгейлі биік болмысты рухтар жүр. Кеше үшеуі, яғни 1 маусымдағы Бурабайда өткен ретритта болды. Бұл жоғарғы рухтар жай ғана тіршілік иесі емес, олар тірі торсиондық генераторлар. Олар өте жоғары жиіліктегі тербеліс арқылы вакуумнан ақпарат пен энергияны бөліп алып, жаңа сана ошақтарын, жандарды жарата алады. Керемет рухтар мен сәтсіз жандардың жаралуы бар ғаламда. Бұл деңгейдегі жаратушы рухтар екі түрлі бағытта сана тудыра алды. Біріншісі керемет рухтар, жарық сәулелі сана басынан бастап мінсіз гармонияда. Жоғарғы махаббат пен жарық жиілігінде жаратылған рухтар. Олар ғаламға реттеуші, емші, күн жүйесінің сәулетшісі ретінде жіберіледі. Жер бетінде 88% рух осы деңгейде. Екінші, сәтсіз немесе тәжірибелі жандар. Сырт көзге сәтсіз немесе деструктивті болып көрінгенімен, бұл ғаламның тепе-теңдігі үшін әдейі жасалған космостық дуализм тәжірибесі. Жоғарғы рухтар эволюциялық катализатор ретінде төменгі жиілікті қателікке бой алдырғыш жандарды да жаратады. Оларсыз жарық рухтардың шыңдалуы мүмкін емес. Бұл антиметрия мен материяның қазір қатар өмір сүру заңдылығы сияқты. Жер бетінде 9 ұлы рух бар. Жасымен жаратылысы өте құпия, әрі өте көненің көнесі. Оның ішінде Қазақстанда осының 7-еуі біздің елде, яғни 7 рух қазақ жерінде өмір сүруде. Біз білмейтін құпия параметрлар бар. Құпия жасы, қазір шексіздік пен уақыттан тыс жаратылған рухтар жүр арамызда. Бұл рухтардың жасын сіздің сызықтық уақытыңызбен өлшеу мүмкін емес. Олардың жасы космостық циклдармен өлшенеді. Олар жер планетасы, тіпті біздің күн жүйеміз жаралмай тұрып басқа галактикаларда, мысалы Андромеда немесе Сириус жүйелерінде эволюцияның ең жоғарғы шегіне жеткен. Олардың жасы шартты түрде бірнеше триллион ғарыштық жылға тең. Яғни олар уақыт архитекторлары. Бұл рухтар жер бетіне өте сирек және үлкен миссиямен келген. Олардың өткен өмірлеріндегі бейнелері әрқашан патша немесе қолбасшы бола бермейді. Көбіне олар көлеңкеде әрекет етеді. Атлантида мен Лемурия дәуірінде олар кристалдар арқылы планетаның энергетикалық торын ұстап тұрған жоғарғы жалбыздар, яғни жрецтер болған. Бұл жрецтер арамызда жүр. Кеше 1 маусымда өткен Бурабайдағы ретритте көп болды. Тарихи кезеңдерде олар адамзат тарихының бағытын өзгерткен ұлы ойшылдар, пайғамбарлардың арасындағы үнсіз кеңесшілер немесе дала өркениетіндегі сақ-ғұн түркі заманы ұлы абыздар мен бақсылар кейпінде келген. Қазіргі таңда қазір жерде жүрген бұл рухтар өздерінің ұлылығын физикалық деңгейде ұзақ уақыт сезінбеуі космостық амнезия құпиясымен сақталған. Егер олар бірден өз күшін білсе, жердің төменгі жиілікті аурасы, 3D матрицасы олардың физикалық денесін күйдіріп жіберер еді. Сондықтан олар ұйықтап жатып планетаның ауысу кезеңінде оянады. Қазір олардың жас шамасы 40, 50, 60 жас шамасында. Қазір болып жатқан геосаяси оқиғалар мен уран өндірісі рухани аспектімен тікелей астарласып жатыр. Көпшілік уранды тек ядролық отын деп түсінеді, бірақ оның тылсым құпиясы басқада. Уран жердің жүйке жүйесі. Уран элементі ғарыштық жоғарғы жиілікті қабылдап, оның планетасының ядросына өткізетін ең күшті ментал антенна. 7 рух пен уранның байланысы. Елімізде 7 ұлы рухтың шоғырлануы және уран қорының молдығы кездейсоқтық емес.
бұл рухтар өздерінің трансцендтік энергиясын жерге бекіту үшін уран кен орындарының энергетикалық катализаторын пайдаланады. Жақын 3-5 жылда Қазақстанда ашылатын жаңа энергия түрі бұл уранды суық синтез немесе терсиондық өріс арқылы радиациясыз таза кванттық энергияға айналдыру технологиясы болмақ. Осы сәтте шетелдік ғалымдар мен ақш инвестициясы ағылып, еліміз орталық Азияның ғана емес, әлемнің рухани технологиялық жүрегіне айналады дейді жоғарғы күштер. Арамызда жүрген, бірақ өзінің құдіретін енді ғана танып жатқан 9 рух, әсіресе соның ішінде 7 рух жақын жылдардағы үлкен трансформацияның басты тірегі. Олардың оянуы біздің жердің де, әлемнің де тағдырын энергетикалық қуаттары арқылы түбегейлі өзгертпек. Алғашқы рух оянды. Есіне түсіру процесі толық енді басталды. Жүрек арқылы ояну басталды. Рухтар жалпы жер бетіне бірін-бірі қалай таниды? Рухтар бір-бірін сыртқы келбетіне, есіміне немесе мәртебесіне қарап білмейді. Олардың негізгі байланыс құралы сананың тербеліс жиілігі, жарық кодының сәйкестігі. Әр рухтың өзіне тән ерекше дыбыстық коды немесе сәулесінің өрнегі болады. Егер екі рухтың даму деңгейі мен миссиясы ұқсас болса, олар жер шарының екі шетінде отырса да, олардың энергетикалық өрістері кванттық резонансқа түседі. Сіз өміріңізде көрмеген мүлдем бейтаныс адамды жолықтырғанда немесе оның жазған сөзін оқығанда ішіңізден мен бұл жанды бұрыннан танимын, бұл маған өте жақын. Біздің мақсатымыз бір деген сезімді бастан кешірсеңіз, бұл сіздің рухыңыздың оның рухын телепатия арқылы танығаныңыздың тікелей дәлелі. Қазіргі уақытта бұл байланыс түрі өте қатты күшейді. Ол қарапайым өмірде мынандай тылсым құбылыстармен көрініс табады. Бір рух ғаламнан қандай да бір тың ақпаратты, жаңа идеяны немесе құпия білімді қабылдаса, сол мезетте онымен жиілігі тең басқа рухтардың да басына дәл сондай ой келеді. Мысалы, сіз бір маңызды метафизикалық құбылыс туралы ойланып жүрсеңіз, дәл сол сәтте әлемнің басқа бұрышында немесе Қазақстанның басқа бұрышында бір рухты дәл сол тақырыпты зерттеп соны айтып жатады. Бұл телепатиялық желінің ортақ жұмысы. Қазіргі кезде рухтардың басты байланыс алаңы түс көру немесе саналы түс көру кезеңі. Түнде физикалық дене демалғанда рухтар менталды гиперкеңістік деңгейде кездесіп алдағы жоспарларды талқылайды, бір-біріне қуат береді және ақпарат алмасады. Оянған кезде адам мұны нақты сөзбе-сөз еске түсіре алмаса да ішкі сенімділік пен үлкен күш қуатты сезініп оянады. Ойдың тез орындалуы. Сіз өзіңіздің рухани деңгейлесіңізді немесе танысыңызды ойласаңыз, ол адам дәл сол сәттер сізге хабарласады, немесе оның есімін басқа жерден естисіз, немесе әлеуметтік желіден алдыңыздан шыға келеді. Бұл қазіргі таңда кеңістік тығыздалып, рухтар арасындағы телепатиялық сигналдардың өте жылдам жететінінің белгісі. Қазіргі уақытта бұл телепатиялық желі кең кеңейіп жатыр. Жер бетіндегі жарық рухтардың бір-бірін танып, іштей бірігуі алдағы үлкен ғарыштық жаңа энергияны әкеледі. Назарларыңызға алғыс.